Сауығымызға сауын айтып келіп отырған қадірлі қонақтарымыз, мәртебелі меймандарымыз, табаны тиіп тамашамызды бөлісіп келіп отырған игі жақсыларымыз. Енді данышпан даналар, ең бақытты адам қандай адам десе, тілеулесі, тілектесі көп адам деген екен. Бүгінгі тамашамызға тілектес болып келгендеріңіздің белгісі болсын. Бүгінгі Қарабатыр еліндегі, Бекеновтер әулетінің төріндегі тойымыз той қыласын деп бір қол соғып, құтты болсын айтып қойса, қадірлі ағайындар. Қайырлы кеш дейміз. Қасиеті қалың елге қазық, өсиеті қалың елге азық болып жүрген қазыналы қариялар, ақылман ақсақалдар, жар орынын жайнамаздай таза ұстаған алтын құрсақты аналар, айбарлы ағаларымыз, жайдарлы жеңге қадірлі қарымдар қауымы. Бүгін енді беткейі берекелі, қойнауы құтты, өздеріңіз білетін Бәйдібектен өсіп өніп көгеріп отырған, керегесінен келіні кетпеген, ұлынан жолда серігі кетпеген, ағайынға көңілі кетпеген, отауынан адасып ізі кетпеген, жаманға қызы кетпеген, қартының күтімі баласы яқты, баласының іс әрекеті данасы яқты, шұғылалы шуақты, қазыналы қуатты, іргелі шаңырақ Бекеновтер әулетінде. Соның ішінде кешегі қатарына қадірлі, жақынына жанашыр болған Қалжан қария ақсақал атамыздан тараған. Бүгінгі таңда шаңырағымыздың шуағы, шежіресі болып отырған Жайдаркүл анамыздың кіндігінен нәралған шаңырақта үлкен дүбірлі думанды қуаныш. Араласқан жерден абырой, сыйласқан жерден сый көріп жүрген, халқыңа қызмет қыл, қадірің соның ішінде дейді үлкендер. Елге елеулі, халыққа қабырғалы қызмет атқарып жүрген. Енді атағын айта берсек, ай тұтылатындай уақыт керек шығар. Баршаларыңызға бар қазаққа белгілі ортақ азамат Бауыржан мырзаның шаңырағында хан қызындай қадірлі, сары алтындай сабырлы, айдидарлы Айнұр жеңгеміздің отының басында, ошағының қасында үлкен қуаныш. Піскен жеміз бұтағында тұрмайды дейді. Қыз бойжеткеннен кейін тұрмыс құрып, өзінің теңін, мәңгілік елін тауып жататын өмірдің, табиғаттың заңдылығы. Айдай сұлу сырғасының сыңғыры ғана естіліп өскен айданамыз бойжетіп, қалғанына бүгін көз жетіп отырған жағдайы бар. Осы айдай сұлу айданамыздың қолынан ұстап, білегінен алғаш ұстап, білегінен ұстағанның біріншісі болып, үлкен өмірге бірге қадам басамыз деп Дін Мұхаммед деген азамат келіп отырса, сондай жігерлі жігітті өсіріп өндірген түйе қабырғалы Қаракөсе деген тарихта аты қалған Қаракөсе елінен жаңа құдаларымыз келіп отыр. Төрден орын алғандарыңыз құтты болсын, құдалығымыз 1000 жылдық болсын деп бір қолдау білдіріп қуаттап қойсаңыздар болады. Енді тойдың үлкенді кішісі болмайды, бірақ ерекшелігі осы, құрметі осы қыз ұзату кеші. Сол Айдана қызымызға елдің балдай бақытты болсын деген тамаша тілегін алып берейік деп кеңінен жайып отырған дастарханымыз. Мына үлкен келсе асқа, жас келсе іске дейді, алдарыңызға келіп, амандық саулығымызды сұрасып болғаннан кейін сол сөзден іске көшкенді жөн санап тұрмыз. Көп тұрған адамның сүйкімі кетеді деген сіздерді көп күттірмей, алдымен бүгінгі қуанышымыздың себепкерлерін, дәнекерлерін ортамызға шақырсақ деп жатырмыз. Осынау екі елдің арасын жалғап, көпшілік көл көзір тілегін арнап отырған қазақ қызы батыр деген халықпыз. Сондай батырлыққа, батылдыққа қадам басқалы жатқан қылықты қызымыз, сырғалы сұлуымыз, айдай сұлу Айдананы өзімен аттас Дана Мақатаева қыздарыңыздың тамаша әніменен ортамызға қарсы алып қояйық. Әуендетіп ән салып қояйық. Барған жерде бақытты болсын деп қол соғып қояйық ағайын кәнекей.